Саламатсыздар ма? Бүгін біз асқабақтан жасалған тағам жасаймыз. Ол үшін бізге асқабақ керек, картошка, жуа және ет керек. Кішкене сұйық майға етті қуырып аламыз жақсылап. Әбден піскенше қуырып аламыз. Сосын үстіне бір жуа салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болған жуа мен етке үстінен картобымызды саламыз. Картобымызды осылай салып, кішкене бұқтырып қоямыз. Оның үстінен асқабағымызды саламыз. Асқабағымды салдым мен. Үстіне тұз, сосын осындай корейский тұз бар, соны азғантай қостым. Тамақтың дәмін жақсы келтіреді. Міне осылай қуырып болған соң, кішкене үстіне су құямыз. Су құйған соң, тамағымызды бұқтырып қоямыз. Тамағымыз езіліп, әдемі болып піседі.